511 мың километр жүрген, яғни качество Toyota ғой. Көліктің кілті ішінде кеткен ба? 5 миллионға қымбат екен. Боковой айналары ауысқан. Попкорн жеп кетіп жатыр ғой бұл. Пленка тартылған, жоқ боялған екен. Лялька ғой, жетпей ғой. Тұрсыздар ма достар? GLE 63. Сәлем достар. Бұл жолы бизнес санатында көліктер түсіретін боламыз. Жол талғамайтын және де сонымен қатар жеңіл көліктерде болады арасында бізбен бірге болыңыздар. Ал біз шығарылымды бастадық. Toyota Land Cruiser 100-дік. Яғни кішкене ескірген көрініп тұр көліктің. Іші былғардан жасалған. Көлік 2005 жылға 511 мың километр жүрген, яғни качество Toyota ғой, 500 мың километр жүріп тастаған. 407 қозғалышының көлемі автомат, 257 аттың күшін береді екен. Бағасы 9 миллионға. Toyota Land Cruiser 200. Титанды диск, тағаланған баллондар. Үстінде люгі бар, көліктің рейлингі бар. Көліктің кілті ішінде ағып кеткен ба? Жалпы көліктің іші былғардан жасалған. Жақсы жағдайда. 2018 жылғы екен. 54 мың километр жүрген, 406 қозғалышының көлемі автомат, 309 аттың күшін береді. Бағасы 36 миллион теңге. Lexus 570 титанда диск, матовый түспен жасалған. Мындай молдингтары бар екен. Көліктің іші қызыл түсті, бордовый түсті, оранжевый түсті дейінші. Оранжевый түсті былғардан жасалған. Көлік 2013 жылға 157 мың километр жүрген, қозғалышының көлемі 507 автомат. Бағасы 25 миллион 700 мың теңге. Land Cruiser 200. Оның аржанда да 200 тұр екен, қазір салыстырмалы түрде кетеміз. Титанды диск, шығатын жерлері бар. Көліктің үсті панорама. Көлік өте биік. Былғардан жасалған, жақсы жағдайда көліктің ішкі жағдайы. 2015 жылға 66 мың километр жүрген, 406 қозғалышының көлемі автомат, бағасы 29 миллион 700 мың теңге. 29 миллион 700 мың. Ақ түстісі. Енді екіншісін көрейік. Екіншісі де титанды дискте, қара түсті. Үстінде люк бар, панорама, рейлингтар орнатылған, іші былғардан жасалған, жақсы жағдайда. Көлік 2017 жылға 51 мың километр жүрген, 406 қозғалышының көлемі автомат, бағасы 34 миллион 500 мың. Яғни мынау шамамен 5 миллионға қымбат екен. Қара түсті, ақ түсіне қарағанда. Яғни астындағы мынау бамперлерінен көрініп тұр. Айырмашылықтардың бар екен комплектациясының. Lexus 570 қара түсті дисклер титанда. Көліктің үсті люктан жасалған. Люгі бар көліктің. Яғни панорама. Іші бордовый түсті. Былғардан жасалған бордовый, яғни қою қызыл түсті. 2016 жылға 134 мың километр жүрген, қозғалышының көлемі 507 автомат, 383 аттың күшін береді екен. Бағасы 39 миллион. Яғни мынаған қарағанда 5 миллионға қымбаттырақ. Яғни ал мынаған қарағанда шамамен 10 миллионға қымбаттырақ. Lexus'тың ескі шанағы, титанда диска, шағын жерлері бар, үстінде жүк артқышы бар, люгі бар, панорама. Панорама емес, жай люгі бар. Көлік 2013 жылға 110 мың километр жүрген, 507 қозғалышының көлемі автомат, бағасы 24 миллион 700 мың теңге. Сұр түсті. Toyota Land Cruiser 200. Титанда диск, биік көтерілген көлік. Үсті люгі бар, көліктің рейлингі бар, жүк артқышы. Былғардан жасалған, жақсы жағдайда көліктің іші.
2017 жылға 67 мың километр жүрген 4.6 қозғалтқыштың көлемі автомат, бағасы 32 миллион 800 мың теңге. Қателеспесем, мынау екі шетіндегі боковой айналары ауысқан Chevrolet, яғни мынау Land Cruiser 200 сияқты ірі көлік, бұл да Chevrolet Tahoe. Титанды диск шығатын жері бар. Бұнда биік көліктерге жақсы ғой. Үстінде люгі жоқ көліктің. Іші қапталған. Көлік 2017 жылы 80 мың километр жүрген, қозғалтқыштың көлемі 6.2 автомат, 426 аттың күшін береді. Қара түсті 23 миллион 500 мың теңгеге. Гелик G-Wagon Геленваген. Дауысыңыз сіздер ма? Попкорн жеп кетіп жатыр ғой бұл. Титанды диск. Дерзкий бандитский көлік. Іші қапталған қара түсті. Көлік 2010 жылға 171 мың километр жүрген, қозғалтқыштың көлемі 5.5 автомат. 388 аттың күші бар. Бағасы 17 миллион 500 мың теңге. Яғни бұл көліктің терезелері былай тіке тұрады. Мысалы, мынау кішкене жатып қалған ғой терезелері. Мектан мындай болып тұрады. GLE 63 көлік сырты матовый. Пленка тартылған, қателеспесем. Жоқ, боялған екен. Көліктің өзінің түсі осындай. Титанды дисктер V8 битурбо. Яғни жаңа герцеде сол V8 битурбо орнатылған. Іші былғардан жасалған жақсы жағдайда. Көлік 2016 жылғы 44 мың километр жүрген, қозғалтқыштың көлемі 5.5 автомат. Толық жетекті, бағасы 36 миллион 500 мың теңге. Дерзкий көлік. BMW X-Drive, BMW X5. Титанды диск, 21 радиус баллондар. Іші былғардан жасалған, қою қара түсті. 2017 жылға 98 мың километр жүрген, қозғалтқыштың көлемі 3.0 автомат, 306 аттың күшін беретін, бағасы бұл көліктің 23 миллион теңге. Достар, көріп тұрсыздар ма? Бандитский көліктерге, яғни жас балдардың арманы ғой, былай қарап тұрсақ, Геленваген. Бірақ бір жағынан бұл Геленвагендердің қозғалтқыштары өте шыдамды болып келеді. BMW X5 бұл да. Іші былғардан жасалған, қоңыр түсті. 2017 жылға 57 мың километр жүрген, қозғалтқыштың көлемі 3.0 автомат, 306 аттың күшін береді, бағасы 20 миллион 700 мың теңге. Келесі бізде X6, X6. Титанды диск, летний баллондар. Яғни қасында тағы да бір X6 екен, яғни мынандай не ғой, әлі малыш, әлі тонировкасы жоқ. Көліктің іші қара түсті былғардан жасалған, 2017 жылғы 66 мың километр жүрген, қозғалтқыштың көлемі 3.0 автомат, толық жетекті, бағасы 22 миллион 300 мың. Ақ түсті. Сұр түсті X6, X6. Титанды диск. Бұл да әдемі көрінетін сияқты. Іші қоңыр түсті былғардан жасалған, өте жақсы жағдайда. 2015 жылға 38.700 ғана километр жүрген екен, ләлкі ғой, әлі бөпе ғой. Қозғалтқыштың көлемі 3.0 автомат. Толық жетекті, бағасы 24 миллион теңге. X
45 X5 титанды дискті тормоз алдында. Іші қоңыр түсті былғардан жасалған, өте жақсы жағдайда. Көлік 2018 жылғы 39.400 км жүрген, қозғалыштың көлемі 3/0, автомат, толық жетекті, 340 аттың күшін береді, 35.500.000 теңге. Достар, осымен шығарылым тәмамына жетті. Бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.